40 градус ыстықта шай ішетін қазақпыз ғой, шай ішпесек басымыз ауырып тұрады. Дәл қазір апамның шайын үйретемін. Бұл шай құнарлы әрі тойымды шайдың бірі. Әсіресе жаңа босанған ана осы шайды міндетті түрде демдеп ішіңіз. Ең бірінші бізге Байджи классик шайы қажет болады. Қоспасыз, красительсіз таза шайдың бірі. Қайнап тұрған судың үстіне қызартып шығарып аламыз. Оның үстінен сүт, жаңғақ және де нават қосамыз. Тағы да шайды батырып, осылай 3 минут қайнатасыздар, арасында сапырып тұрыңыздар. Әр өңірде шайды әртүрлі ұсынады. Толтырып, жартылай немесе бұрып тамғып, комментарийге жаза өтіңіз. Әсіресе бұл видеоны жаңа босанған анаға жіберіп қойыңыз, сіз де дайындап ішіп көріңіз. Бұдан былай хрустящая баклажан салатын дәл осындай клярда жасаңыз, жұмсарып кетпей, қытырлап керемет болып тұрады. Ең бірінші видеоға лайк басып қойыңыз. Алдымен баклажанды алып, сыртқы қабығын жақсылап тазартып аламыз. Оны үлкендеу қиғаш бөлікке турап алып, ыдысқа салып, үстінен тұз және салқын су құйып бір шетке алып қоямыз. Ал енді клярын дайындаймыз. Салқын судың үстіне ұн және жүгері крахмалын салып, жақсылап араластырып, қою қоймалжың масса жасап аламыз. Баклажанды бірінші крахмалға, одан кейін клярға ұнатып, қызып тұрған майымызға салып, екі жағында қызартып пісіріп аламыз. Оттың асты орташа болғаны дұрыс, сол кезде іші сырты толықтай піседі. Дәл осы соусты скриндап алыңыз. Чимчимнің кесал-сладкий соусы. Арой соусына қарағанда осы соустың дәмі керемет. Салатқа черри қызанағын және кинза шөбін қосып араластырамыз. Салат дайын болды, қытырлап керемет болып шығады. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшам пайдалы тіркеліп алыңыз, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Кешкі ас дайындау үшін морозильниктен фаршты шығарып қойыңыз. Енді котлеттерді майға қуырмай, дәл осылай духовкада пісіретін боламыз. Ең алдымен фаршты таза ыдысқа саламыз. Үстінен дәмдеуіштер, ұнтақталған нан, блендерден өткен пияз, бір жұмыртқа салып жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң міндетті түрде осылай ұрғылау қажет. Ортасына сыр салып, сопақша пішін жасап, духовканың листіне орналастырып, 200 градуста 25 минут пісіреміз. Гарнирге балалар сүйіп жейтін осындай фриді қолдандым. Бұл жерде калехтің дайын фрийі сап-сары керемет хрустящий болып піседі. Тағамға жақсы дәм беретін калехтің 2 түрлі соусын қолдандым. Осымен тағамымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдырып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұдан былай болгарскийді дәл осылай қатырып қойыңыз. Сорпа тағамдарға да, соустарға да өте дәмді болып шығады. Ол үшін бірінші болгарский, помидор, чеснок және укроп қажет болады. Тазаланған болгарскийге 3 чеснок, укроп және де ең бетіне помидорды осылай турап саламыз. Бәрін осылай қатырып қоямыз. Ас үйге керекті заттарды іздесеңіздер, Бакша-Байша дүкенінен алуға болады. Бұл дүкенде ас үйге қажетті керек жарақтың бәрі бар. Және де хит ыдыстарды да осы дүкеніңізден таба аласыздар. Неше түрлі сервис наборлары да қазіргі хит болып жатқан дәл осындай сервисте де алуға болады. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі бар. Төменге номер қалдырдым, парақшаға өтіп тіркеліп алыңыздар. Қысқа дайындықты жалғастырамыз. Чеснокты осылай блендермен өткізіп алып, пакетке салып, азғантай ғана бөліктерге осылай жай ғана бастырып бөліп, және морозильникке қатырып алып, кез келген уақытта тағамдарға, соустарға қолдана беруге болады. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.